Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен 2-ші тоқсанның 2-ші БЖП-сіне талдау жасап беретін боламын. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Және де сұрақтарың болып жатса, комментарийге жаза кетсеңдер болады. Бізде бөлім менің бос уақытым және хобби және морфология бөлімі бойынша жиынтық бағалау алынатын болады, және де оған 15-20 минут уақыт беріледі және 2 ғана тапсырма бар. Бұл жерде тапсырма аса қиын емес. Бірінші тапсырма: хабарландыруды оқып, оның құрылымы мен рәсімделуі, тілдік ерекшеліктерін көрсетіңіз деді. Бірінші хабарландыруды оқимыз. Құрметті қала тұрғындары, 2019 жылдың 6 шілде күні қала күніне орай Нұр-Сұлтан қаласы менің көзіммен тақырыбында әуесқой суретшілердің шығармашылық байқауы өткізілетіндігін хабарлаймыз. Байқауға 11-16 жас аралығындағы мектеп оқушылары қатыса алады. Байқаудың өтетін орны Нұр-Сұлтан қаласы орталық саябақ. Басталуы сағат 10:00-де. Қажетті құрал-жабдықтар ұйымдастырушылар тарапынан ұсынылады. Жеңімпаздар жас ерекшеліктеріне қарай әртүрлі номинацияларда анықталады және бағалы сыйлықтармен марапатталады. Байқауға қатысу үшін төмендегі телефон нөмірлеріне хабарласып, алдын ала тіркелу қажеттігін ескертеміз деді. Енді бізде тапсырма мәтіннің құрылымынан қандай ерекшеліктерді байқадыңыз деді. Мәтіннің құрылымы хабарландыру түрінде жай сөйлемдерден тұрады. Мәтін қалай рәсімделген деді. Мәтін публицистикалық стиль түріне жатады. Мәтінде хабарландыруға тән қандай тілдік қолданыстар кездеседі деді. Хабарландыру белгілі бір тәртіппен жазылған деп жазсақ болады. Енді екінші тапсырма: жоғарыдағы хабарландыру мәтініне сүйене отырып, қала тұрғындарының ермегі мен бос уақыттарын шығармашылықпен өткізулеріне арналған қандай да бір шараның хабарландыру мәтінін құрастырыңыз дейді. Енді мысал ретінде жаздым. Көшіріп алу міндетті емес. Оқушылар бұл жерде өздерінің ойларынан бір іс-шараға арнап хабарландыру жазсаңдар болады. 2023 жылдың 15 желтоқсан күні тәуелсіздік күніне орай тәуелсіздік тұғырым тақырыбында қала тұрғындары арасында байқау өтпек. Байқауда тәуелсіздікке арнап түрлі өлең шумақтарын жаттау керек. Байқауға 12-18 жас аралығындағы жасөспірімдер қатыса алады. Байқаудың өтетін орны Тараз қаласы орталық саябағы. Басталу уақыты 13:00, яғни 1-де. Жеңімпаздарға жас ерекшеліктеріне қарай әртүрлі сыйлықтарымыз бар деп мысал ретінде жаздым. Оқушылар, осымен біздің бүгінгі БЖП талдауымыз аяқталды. Каналда басқа да пәндерден БЖП тапсырма және де ТЖП тапсырмалар шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады.